Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін бізде подкаст. Бүгінгі біздің студия қонағымыз мәжіліс депутаты Ринат Зайтов. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Қалыңыз қалай? Аман шүкір жүріп жатырмыз ептеп. Енді әңгіменің басын мынадан бастасақ. Қазір мәжіліс депутаттарының барлығы жылдың басында өңір аралауға шығады. Енді сізде өңірге барып келдіңіз. Енді сұрақ, қай өңірге бардыңыз? Нендей проблемалар тізіп келдіңіз? Мен енді Алматы қаласының партия тізімінен болғаннан кейін мен Алматы қаласына барам. Бірінші өңір аралаумен, екіншісінде ғана жаңағы су басқан кезде ғана өзімнің сұрануыммен Абай облысына бардым. Енді кез келген жерде ит тойған жеріне, ер туған жеріне дейді ғой, барып сол жақтағы біраз мәселелердің басын түртіп қайтқан болатын. Бірақ негізгі міндетім бойынша енді Алматы қаласында болу керек болғаннан кейін осы Алматыға бардым. Өткенде де барғам. Қазіргі уақытта мені толғандырып жүрген үлкен мәселе бұл Алматы қаласы. Енді Алматы біздің қанша дегенмен бұл сауда емес, ең бірінші кезекте мәдени орталығымыз ғой. Сол жердегі көп мәдени ұйымдарда, жалпы мәдениет саласының айналасында өте көп сұрақтар пайда болған осы уақыттың ішінде. Өйткені оның бірден бір себебі қарапайым заңның өзі бейберекет жазыла салған, жалпы мәдениет қызметкерінің кім екеніне ешкім үңіліп қарамаған. Соның кеселінен қазір көп проблема. Мысалы, былай қарасаң күлкілі нәрседе, бірақ жылап тұрып күлетін нәрсе. Енді көзің елестетші, Ахмет Жұбанов атындағы республикалық мамандандырылған мектеп интернаты бар ғой, дарынды балалар. Ол жерде музыкант балалар оқиды. Сол жерде мысалы сольфеджиодан сабақ беретін мұғалім қазіргі мысалы енді оқу ағарту министрінің бәрінің қаулысы бойынша квалификациясын көтеру үшін тест тапсырады ғой. Бірақ онымен ешкім санаспайды. Ол экономикадан барып тест тапсыру керек те, өмір бойы өнерге өзінің ғұмырын арнап соған қызмет еткен адам ол қайдан біледі экономиканы, басқасын? Оның өзінің мамандығы бойынша, саласы бойынша ешқандай сұрақ жоқ ол тесттің ішінде. Кітапхана қызметкерлеріне де солай үлкен проблема былай қарасаң. Содан кейін көп жерде енді еңбек бағалану керек қой кез келген жерде. Мысалы, дәл сол жағы мамандандырылған интернат мектептің мұғалімдері не үздік ұстаз деген атақ ала алмайды, не мәдениет саласының үздігі деген адам бола алмайды. Неге мәдениет саласының үздігі болайын десе айтады, жоқ сен мұғалімсің дейді, ал оқу ағарту министрі үздік ұстаз болайын десе айтады, жоқ ренжіме, сен мұғалім емессің, сен мәдениет саласының қызметкерісің дейді. Сонымен екі ортада осындай мәселелер бар. Негізгісі көбі салалы проблемалар ғой бізде. Дайын осы 30 жылдан бері келе жатқан әділетсіздіктің айналасында, қымбатшылықтың айналасында, жемқорлықтың айналасында, біреудің жаңағы болып тұрған нәрсесін болдырмай тастаған жаңағы әділетсіздікте отыр. Сондай салалы проблемалар өте көп. Оны енді жеке басты адам, әр адам проблемасының өзінің бір индивидуализм болады. Әр сұрақтың өзінің шешуінде. Шешілсе шешіледі, шешілмесе өкінішке орай қалады. Ол салада қызметкерлерінің айлықтары үлкен мәселе ғой ол да. Ол бірінші мәселем болады. Мен келгенде көтерген, өзім салам болғаннан кейін оны Құдайға шүкір әйтеуір солай шешілгеніне де тәуба едік. Рахмет. Мен әу баста 1-100%-ке көтеруді сұрағам. Бірақ айтты, 1-100%-ке көтере алмаймыз. 4 жылға 25-25-тен бөліп береміз деді. Сонымен 3-ші жылы биыл. Сонымен 4 жылда 100%-ға көбейтілді деп айтады. Бірақ ол бір жаман жері инфляцияға, қымбатшылыққа лес алып жатқан жоқ та. 100%-ді көбейту. Сол жағы қиындау. Бірақ енді алдағы уақытта әлі талай нәрселерді талқылаймыз. Тағы көп нәрсені біз назарға алып отырмыз. 1193 қаулысы бойынша біз мәдениет қызметкерлері мәдениеттің айналасында қаншама адам қызмет етіп жүр. Мысалы, сахнадағы спектакльге свет түсірудің өзі ол асқан шеберлікті қажет ететін мамандық. Световик деген ол кәдімгідей. Дәл солай дыбыс қоюшы, дәл солай декоратор, сахна техниктері деген болады. Олардың жаңағы әрбір жұмысы соған байланысты спектакльдің өтпеу. Ал олар бір аула сыпырушының деңгейінде де. Негізі мысалы президент биыл айтып жатыр, қарапайым мамандық иелерінің жылы деп. Осы жылдың аясында біз олардың да бір жұмыстарын бір арнаға қойып алуымыз керек. Оларда мәдениет саласының қызметкерлері менің ойымша. Оларда шабыттың көмегімен шынымен творчество, сол спектакль, сол концерттің айналасында жұмыс істейтін адамдар. Сол негізгісі енді өңір аралап келгендегісі. Жақсы, енді келесі сұрақ. Мен сізді зерттеп шықтым. Мен осы уақытқа дейін мәжіліс қабырғасында 20-дан астам депутаттық сауал жолдаған екенсіз. Мүмкін.
Мен санамаймын әзірге. Мен айттым ғой, жұмысым аяқталған уақытта есеп беремін. Бір-екі рет журналистерге барар кезімде көмекшілімнен сұрап алдым, ақпарат неше сауал көтерді. Енді осыған қатысты 20 деп сауал жолладыңыз ғой, былайша айтқанда. Шешілгендер бар ма осы? Бар. Құдайға шүкір шешілгендері бар. Ол жаңағы мәдениет саласының қызметкерлерінің айлығы бір шешімін тапқан. Екіншісі жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеуге байланысты біз юста дейді компанияларға байланысты айттық, олардың міне 25 жылдан бастап олармен келісім шарт үзілді деген ол да жаман нәтиже емес. Саяжайларға қатысты қазір арнайы заң дайындалып жатыр. Дачалар, мемлекеттік сатып алуға байланысты заң бізден өтті. Сонда өзім жақсы мүмкіндік туды. Сауалдың бүкіл сұрақтарын сол заңның айналасын жұмыс тобына кіргізіп алдым. Ол да жетістік өзім үшін. Кішігірім болса да. Семей полигонынан зардап шеккен адамдардың өтемақысы туралы біз бір жылдан асты. Қазір Нұртай Салихұлы бастаған бұл шаруаны. Әлі айналысып жатырмыз. Қазір Асхат Қанатұлы көмектесіп жатыр. Бірақ бұл да бір жағына шығатын мәселе болады, бұйырса. Сондай шаруалар, бірақ депутаттық сауал деген, депутаттық сауал ол басында енді, бәлкім бір проблеманы көрсету үшін оқу маңызды оны. Бірақ неғұрлым мәселені менің түсінгенім мәжіліске келгелі. Неғұрлым тыныш шешсең, тез шешіледі мәселе. Неғұрлым шулатпасаң, тез шешіледі. Резонанссыз. Өйткені резонансқа ұрынған сұрақтардың айналасында тараптар көбейе бастайды. Ой айтушылар, жоқ, былай емес, былай болсын, былай емес, былай болсын деп. Сондықтан жаңағы жеке өтініштер келеді, мысалы біздің басымызға, өзімізге. Міне мынандай проблемалар бар деп. Соны кабинетке барып министрлікпен барып, мынаны қалай істеуге болады деген сияқты шешу мәселелері. Жаңағы мәдениет саласына қатысты көп мәселелер бар. Ол мен мысалы айғайлап айтпаймын ғой, мынау жоқ деп барып министрлікке барып, қазір жоспарлап отырмыз. Мен қазір Айзын Амангелдіқызымен әлде Ысқақов Қанат Байтұры министрлерінің орынбасарларының біреуімен қазір ақылдасып талқылап шешілетін нәрселер бар ішінде. Солар шешіп алсақ деген ойым бар. Асхат Аймағамбетов бір сұхбатында айтып еді, депутаттық сауал көтергеннен гөрі заңдағы тетіктермен жұмыс істеген тиімдірек деп. Солай дейсіз ғой? Жақсы. Енді келесі сұрақ. Сіз енді әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесісіз. Сіздердің комитеттеріңіз халықтың әлеуетіне тікелей қатысты комитет. Енді осы халықтың жағдайына қатысты қазір қандай заңдар қабылданып жатыр? Болмаса білімге қатысты айтайық. Біз келгелі қабылданған заңдардың ішінден мақтанышпен айтуға болатыны бұл ұлттық қор балаларға деген жоба ғой. Қазір міне 2-ші жыл төленіп жатыр. Үлкен жетістік, қазір бәрі айтуы мүмкін. $100 тұрған не бар? Былтыр $100 болды, биыл сәл қосылады ғой енді. Мұнайдың бағасына байланысты ол. Бірақ әйтеуір аспаннан киіз жасады, кедейге ұлтарақтық тимейді деген қазақтың жаман сөзі бар ғой. Солай өмір сүріп келді ғой енді осы күнге дейін. Қазір ең болмаса сол ұлтарақтық тиіп жатқанының өзі жаман бастама емес, жақсы бастама. Екінші біздің тікелей әлеуметке қатысы бар заңдардың біреуі бұл отбасылық зорлық-зомбылық туралы заң. Ол заң, 2-3 бар деп әу басында айтқанбыз, бірақ бір қуанатын жағдай қазір менің көріп отырғаным неғұрлым семьядағы теңсіздікті сондай реттеуге алып келді. Өте өзекті мәселе бұл. Бірақ әрине тәрбие тұсында егер біз бұндай заңдар қабылдайтын болсақ, онда біздің идеологиямыз тастай берік болу керек. Онда біз отбасылық проблемалардың бәрін мемлекеттің мойнына алатын болса, онда мемлекет идеологиямен қатты жұмыс істеу керек. Одан кейінгі заң кәсіби біліктілікті арттыру бойынша заң. Бұл көп мамандарға өзінің істеп жүрген саласында ары қарай жұмыс істеуге мүмкіндік берді. Мысалы, қарапайым мен өзім білетін саладан айтатын болсам, мәдениет саласында мысалы Маңғыстауда, Қармақшыда не болмаса бір жыршы болуы мүмкін. Ол ешқандай музыкалық білімі жоқ болуы мүмкін. Бірақ ол 10 жыл музыканы зерттеп оқыған адамнан артық қазына біледі. Көне жырларды бәрін. Демек ол дайын тұрған маман. Оны әкеліп жұмыс істетуге жаңа кәсіби біліктілікті арттыру туралы заң толық көмектеседі. Бір қатар жаңағы
мәселелерде, денсаулық саласында, бюджет бөлуде өте көп оңтайлы сұрақтар шешілді. Біз оны енді әр қайсысын бүйтіп тәптіштеп айтатын болсақ қазір ұзақ әңгіме, бірақ бюджетті бөлуде де биыл көп осы әлеуметтік жағдайға қарай бұрылдық та. Өйткені әлеуметтік осал топтарға басқа мәжілістің ішінен ақ, министрліктен ақ, басқа жақтардан, басқа заңдардан да зардабы тиіп жатқан нормалар да бар. Айыппұл, штраф бойынша. Сондықтан біз мына жақтан неғұрлым төмендетуге тырысамыз. Келешек бағдарламасы бар, осы жолы президент қол қойған. Бұл да үлкен бағдарлама, үлкен жақсы бағдарлама. Сен өзің балаңа ақша жинайсың, үкімет бір жағынан көмектеседі, мемлекет көмектеседі. Мемлекет көмектескеннен кейін ол жаңағы бір жылап берген жарты уыс бидай емес, келешек бағдарламасымен жинаған ақшаң тек қана сол балаңа емес, келесі балаңды да оқуға түсіруге пайдалануға болады. Егер балаң грантқа түссе, ол бала үй алуға пайдаланылады. Сондай жинақтау жолдары. Енді қазір шұғыл біз әлеуметтік мәселелер шешетін, түбегейлі шешіп тастамасақ та, әйтеуір халыққа кішкене жеңілдік беретін мәселелер қазір қозғалмаса, ары қарай жағдай қиындап кетеді. Сол осы тарапта жұмыс істеп жатырмыз. Жалпы жасалып жатқан жұмыс жетерлік дейсіз ғой? Жетерлік, бірақ айтып отырмын ғой, зардабы тиетін де мын жақтан. Басқа комитеттен басқа заң шығып жатыр ғой, министрліктен басқа заң шығып жатыр. Келіспеуі мүмкін, бірақ біздің комитеттегі 16-17 депутат оны шеше алмайды ғой. Толық мәжілістің жұмыла жұмыс істеуімен шешілетін нәрсе. Жақсы. Енді келесі сұрақ. Сіздердің сұхбаттарыңыздың бірінде парламенттен кетем деген сөзді көп естиміз. Жоқ, кетем емес, мен ары қарай не істейсің дейді, менде ондай ары қарай амбиция жоқ. Яғни срок біткеннен кейін деп жатсыз ғой, Қызық емес маған. Өйткені енді келдім, елдің атынан сөйле деді, келдім, сөйледім, бірақ өзімнің ішкі қалауым бар, мысалы, өзім жеке өмірім, шығармашылық бар. Сол жағынан қарағанда маған өте қолайсыздау. Шығармашылық сағындыңыз ба? Иә, жиі айтып жүрмін ғой, адам шығармашылық сағынады, шығармашылық адам. Келесі сұрақ, енді резонанс болған мәселе осы 80%-ға көзқарасыңыз өзгерді ме қазір? Жоқ, мен оны о кезде де айтқам, сол кезде де айтқам. Керісінше сол әңгімеден кейін өзі соның дәлелі көбейіп кетті. Бірақ енді оны да орынсыз пайдаланатын адамдар көп. Кейде әлеуметтік желіде көріп қаласың ғой, жаңағы Ринат дұрыс айтты ғой деп. Мүлдем мен айтқан мәселеге қатысы жоқ нәрселерді айтты. Бірақ әйтеуір қоғамда осы проблемаға назар аударуға септігі тиді сол әңгімен. Жалпы дін деген ол өте қиын өзекті мәселелердің бірі. Көптеген елдерде, Франция секілді, дін туралы заң бар парламенттерінде. Енді бұл заң біздің елде келіп түскен жағдайда сіздердің комитеттеріңізге тікелей қарау керек, өйткені әлеуметтік мәдени даму болғандықтан. Жалпы бұл заң келе ме біздің елге? Бұл заң келу керек бізге. Керек. Келмесе бізде қоғамда үлкен тұрақсыздық пайда болады. Сіздің ойыңызша дін мемлекеттен қанша бөлек дегенмен біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Дін деген бұл біріншіден идея, идеология. Адам идейный адам болатын болса, белгілі бір діннің жолын ұстанған. Ол мейлі радикалды ислам ғана емес, ол басқа да діннің өкілі болса, сол діннің идеологиясын сол ортаға сіңіруге тырысады. Сондықтан біз мемлекет тарапынан бұған бейжай қарамауымыз керек. Қазір бірқатар мемлекеттерде қабылданып жатыр. Қырғызстанда, Өзбекстанда, өзіміздің жанымыздағы. Не үшін, неден пайда болды бұл қажеттілік? Жаңағы діни жүгенсіздіктен. Қазіргі 21 ғасырда дінді адамның бұрынғыдай жаңағы жүйелі, сапалы білім жоқ, идеология жоқ болғандықтан қазір бәрі жас жібі құсабағында қай жаққа жел соғады, солай иіле беретін болды. Соған жақсы пайдаланып жатыр дінді. Құрал есебінде. Осыдан қорғану мақсатында біз зайырлы мемлекет ретінде осының бір тетіктерін табуымыз керек. Ол жаңа дін туралы заң деген дінге тыйым салу емес, онда да түсіну керек. Бұл реттеу. Жалпы дін туралы заң келетін болса, қандай өзгерістер болады? Мысалы, сіз өзіңіз депутат есебінде қандай ұсыныстар бересіз осы заңға? Мен дінді, кез келген дінді ашық насихаттауға тыйым салатын едім. Кез келген? Кез келген. Мысалы, ислам дінін ұстанатындардың мешіті бар, діни басқармасы бар, католиктердің өздерінің басқармасы бар, буддистердің өздерінің ортасы бар. Оларға
немеге керек олардың барлығын эфирден шығарып бәрі мысалы бір-бірімен айтысады, ырду-дырду. Аяғы бұл неге әкеп соғады? Аяғы қан төгіске әкеп соғады бір-бірімен соғысуға. Сондықтан бұлар мен әр адамның таңдауын құрметтеймін. Әр адам дінді таңдауға, Құдайға өзінің жақындығын сезіндіруге, жаратушыға құлшылық етуге өзінің қалауынша еркі бар. Бірақ оны біреуге әкеп мәжбүрлі түрде насихаттауға және мемлекеттен оған мүмкіндік сұрауға хақысы жоқ деп ойлаймын ешкім. Жалпы дінді саясатқа араластырмай, мүлдем адамның өзімен Құдаймен байланысы болу керек деп ойлайсыз ғой, оны насихаттамай. Түсінікті. Келесі сұрақ, жалпы қалай ойлайсыз? Қазақстанның алдағы 10 жылдағы болашағы қалай сіздің көзіңіз бойынша? Пікіріңіз? Халыққа байланысты, азаматтық ұстанымға байланысты. Осы жолы мен бір кездесуде, өңірлердегі кездесуде бір кісі сұрақ қойды да, біздің Қазақстанда болашақ бар ма, жоқ па деді. Болашаққа сенетін адам үшін жоқ болса да бар. Өйткені бар қылу керек, сол әрекет жасау керек. Жастарымыз шетелге қашып жатыр дейді. Ал не істейді мемлекет? Жастар қашып жатса. Егер біз осы күнге дейін жастардың идеологиялық жағынан тәрбиесіне мән бермей, олардың бойында, жүрегінде, санасында отанға деген махаббат, осы жердің тарихын сүйгізіп, танытып, дәстүрін осы жерге кіндігімен байлай алмасақ, не істейді мемлекет? Бай тұрса да, кедей тұрса да көше береді. Махаббат жоған. Елдің бәрі көшкен мемлекетте ешқандай болашақ болмайды ғой. Сондықтан 10 жылдан кейінгі Қазақстанды елестетемін деп өтірік айта алмаймын. Өйткені ойым екі түрлі. Бір жағынан қорқынышым бар. Әлемде мынандай жағдайлар болып жатқаннан кейін. Екінші жағынан үмітім бар. Өйткені қазір қалай дегенмен де мына кеңес одағының тәрбиесін көрген адамдар азайған сайын біздің қоғамда бір ойдың еркіндігі бар. Рұқсат етілмеуі мүмкін ол мемлекет тарапынан, бірақ ол еркіндік бар. Еркіндік бар. Соған қарағанда үміттенеме, Құдай қаласа бұл жастар өсет. Ертең аз әрине ондай көретін адам, бірақ айтыру үмітсіз емеспіз. Сондықтан мен қазір өтірік айта алмаймын. 10 жылдан кейін былай болуы мүмкін, не былай болуы мүмкін. Енді келесі сұрақ, осы ЛГБТ-ға қатысты сіз мәжілісте көтердіңіз, жалпы тыйым салу керек деп. Осы жалпы ары қарай процесс қалай болды? Ол да жаңағы дін сияқты менің түсінігімде. Бір құрал. Қоғамды өзінің ығына жығып, айдағанына көндірудің құралы. Және бұл өте анайы, өте арсыз, өте қауіпті түрі. Кез келген радикалдық діни ағым деп шошығаннан мен ЛГБТ-дан қаттырақ қорқам. Өйткені бұл өте қарқынды қозғалыс. Және бұл ұлттың болашағына қауіп дейсіз. Тән ауруына шалдығу бер тұрсын, жанды шірітетін ұғымды қозғалыс. Себебі енді қазіргі мысалы ойбай батыс Европа мәдениеті деп айтып келгендерінің өзі қазір көп батыстағы мемлекеттер кері ойлана бастап жатыр. Тіпті Трамптың өзі де өткенде мен бұндай неге? Өйткені бұл өте қауіпті қозғалыс екеніне көздері жетті олар. Сондықтан мен соның алдын алу мақсатында ол ұйымдарды экстремистік ұйым деп тану керек деп сауал жолдадым. Мен әлі күнге онымнан танбаймын. Және бас прокурордың не себептен маған олай жауап бергенін түсінбеймін. Сіз біреудің ар намысына тидіңіз, маған заң түсіндірмекші. Үйтіп заңмен саудаласатын болсақ, онда айтайық отырып екеміз бетпе-бет ашық. Кім заңға бағынып жатқанын, кім заңға бағынбай жатқанын сол жерден көрейік. Бас прокурор ма екен, депутат па екен? Заңды бұзып жатқан. Ал айналып келгенде ол жерде ар-намысқа тиюге келетін болсақ, дәп сол жерде бас прокурор ар-намыс жайлы ойлайтын болса, онда зерттеп қарау керек еді. Сол ЛГБТ қозғалысының мүшелері біздің президенттен бастап бәріне тіл тигізіп, бұлар да біздің ЛГБТ-ның мүшесі деген сөзді айтқызып эфирден соған үндемей отырған прокурорға мен таңғаламын. Мысалы, органдарға таңғаламын, жаппай түгеліне. Бірақ негізгі сауалым сол прокуратураға жолданғаннан кейін түсінбедім олардың неге ондай әрекетсіз отырғанына. Мысалы бізде біреу президент жаман деп плакатпен шығатын болса қазір жоқ дегенде 40 күнге қалмайды. Ал бір мемлекеттің президентін қасында бір халық әртісімен қосып қойып, мына екеуі біздің ЛГБТ-ның өкілі деп айтқан адам неге жауапқа тартылмайды, мен таңғаламын. Жалпы бұл біз демократиялық еліміз дейміз, әр адам өз құқығы дейміз. Дегенмен де бұл нәрсе жалпы еліміздің ұлттық құндылығына әсер етіп кетеді ғой, дұрыс айтасыз.
жалпы ұлттық құндылықтан бөлек, ұлттық құндылық деген ол екінші рет нәрсе жақсы. Бірінші біздің табиғи дамуы болады ғой, әр нәрсенің табиғи дамуы болады. Мысалы сен кілең қошқар баққаннан аяғын жеп тынасың, болды. Дәл сол сияқты табиғи өсім деген болады. Біз егер болашақты ойлайтын болсақ, қазір мысалы 20 миллион халықпыз деп айтса, жақсы, тіпті қазір 30 миллионбыз деп алайықшы, тіпті жан-жақтан келдірдік, үйттік, бүйттік деп 30 миллионға толдық деп ойлайық. Ал бірақ қазір сол 30 миллионның 2-3 миллион ЛГБТ өкілі болып кететін болса, ол ары қарай ауру тарай беретін болса, бітті ғой мемлекетің сонымен. Сол күй қалады. Европада қазір қараңыз, кілең кемпір шал қалды қазір. Швейцария сияқты мемлекеттерде кілең кәрілердің мемлекеті кемпір шалдың мемлекеті болды қазір. Неге? Жастарына ойбай, бұлардың жолын бөгемейміз, бұларға тәрбие бермейміз, бұлар өз таңдауын жасасын деді. Қазір не дейді, күні бір Америкада дау болыпты, рөлде келе жатқан адам, мен адам емеспін, мен өзімді мысықпын деп. Не мынау енді? Ақылға қонатын нәрсе емес қой енді. Соның бәрінің бастамасында осы тұр. Егер ол біздің мемлекетке қарсы жасалған қозғалыс болмайтын болса, онда неге шетелдік ұйымдар оларды қаржыландырады деген екінші сұрағым. Сондықтан мен түбегейлі қарсымын бұндайдың болуына. Осы сауалды жолдағаннан кейін бір сыртқы сигнал болған жоқ па жалпы? Жоқ, 4-5 адам сотқа берді мен. Сотқа бердігенде былай жаңағаны дисциплинарлық неге діннен кейін де солай болған. Ойбай мынаны дисциплинарлық тәртіпке салыңдар, үйтіндер, бүйтіндер. Кез келген жауапкершілікке дайынмын ол бойынша. Егер шынымен заңда солай көрсетілген, менікі дұрыс емес болатын болса, оның зардабын тартудан да мен бас тартпаймын. Парламентке оралсақ, жалпы үкіметтің жұмысына қазір қанша баға бересіз? Қандай көзқарастасыз үкіметтің жұмысына? Әр салада әртүрлі. Мысалы, спорт саласына келетін болсақ, бар қозғалыс, оны өздеріңіз де көріп жатсыздар. Сондықтан енді жағы кім осы жолы Азамат Есқараев ауысып кетті, әділет министрі. Министрлікте де жақсы бастамалар болып жатқан, жақсы өзгерістер болып жатқан. Кішкене бізде мына экономика, өндіріс саласы жағында ақса өте көп министрліктерде. Сондықтан қазіргі үкіметке баға беретін, өткен үкіметтен бір асып кеткен ештеңесі жоқ. Біріншіден көп сол министрлік, сол үкіметтің кабинеті ғой. Сол адамдар қалды, соның кесірінен шығар деп ойлаймын. Екіншіден, кішкене қазақ айтады, ханда қаһар болмаса, халықта айбат болмайды дейді. Сондықтан үкімет басқарып отырған тұлғалар, жоғарғы лауазымда отырған адамдар кішкене қаталдау болу керек. Мінезі керек. Мінезі болу керек, кішкене талапкершілік керек. Қатты айтып, жұмыс істете білу керек. Ал бізде бір түсінік бар ғой, эмоцияға берілмеңіз, деген. Эмоция болмаған жерде ешқандай жұмыс болмайды, прогресс болмайды. Эмоция деген не? Ол сенің жан күйің, көңіл күйіңнің сыртқа шыққандығы. Жан тәнімен бір нәрсеге берілген адам, сонысы орындалмай жатқанда эмоциясын шығарады сыртқа, ол заңды нәрсе. Эмоциясын шығармайтын адам, ол демек оған бәрібір деген сөз, анау шешіле ма, шешілмей ма ол мәселе. Соны тараптан келгенде бізде кішкене үкіметте жоғарғымыз министрлер, премьер-министрден бастап, премьер-министр орынбасарларына кішкене қаттырақ мінез керек. Президенттің өзі айтты ғой, жалпы министрлерде батылдық жетіспейді деп. Енді сол сөз ғой. Президентті қайталап отырмын ба? Сіз соңғы рет қашан алдандыңыз? Мынау ұсақ-түйек алданғанын есептемей ақ қояйық. Бірақ 2018-19 жылдары жанымда жақын дос болып жүрген қатты алдандым, сол қатты ауыр дейді ма. Сайлаудың кезінде? Жоқ. Оған дейін ба? Бөлек ол. Ол бөлек? Ол бөлек. Содан кейін көп уақыт. Одан кейінгі сұрақ, соңғы рет сіз қашан алдадыңыз? Мен ба? Мен алдасам мен үйдегілерді алдауы мүмкін. Ертең алып берем, үйтін. Бұлай үлкен есіме түспей қалуы да мүмкін. Бірақ өтірікші болмау үшін айтайын да. Алдайтын кез болады. Саясатта әсіресе
бір шаруаны шешу үшін екінші шаруаға келісесің, сондай тұстар болады. Енді келесі сұрақ, жалпы парламентте жүрсіз, айтысты сағынасыз ба? Иә деймін, ол маған жиі қойылатын сұрақ. Айтысты кім сағынбайды? Мен жылда айтысқым келеді, мысалы жазда. Оған кішкене қазір мүмкіншілік бермей жатыр. Айтысқа қатыстыру жағынан. Айтыскер Ринат, депутат Ринатқа не айтқысы келеді? Ой, ол айтатын болса, ол сойып салады ғой, домбырамен отырып біраз нәрсе айтып тастайды. Енді келесі сұрақ, күрестен шаршадыңыз ба? Жоқ, мен оны күрес деп қабылдамаймын да, мен қалыпты жағдай деп қабылдаймын. Адам тауға қарай шығып келе жатқан адам, мысалы, былай жүру ыңғайсыз болса да жүреді ғой, аяғы талса да. Сол сияқты. Мен керісінше, одан емес, мен шаршағаным бір нәрсені түсіндіріп, дәлелдеуден шаршап кетесің. Осыдан 10 жыл бұрын айтқан нәрселерім, мысалы, қазір болып жатыр да кейбір жерде. Енді болжам жасасаң, бір көріп келемессің. Тек ана бара жатқан арнасын қарайсың да, ертең бүйтеді. Анализ жасайсыз ғой айтқанда. Соның бәрі орындалып жатыр да. Енді мен мысалы 10 жыл бұрын қақылдады ғой, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес деп. Қазір келіп қайтадан өзімнен сұрайды, мынаны неге сен айтпайсың дейді. Осы жерден шаршап кетесің де. Элементарный нәрсе ғой, енді айттық қой кезінде де. Күрестедік қой. Жалпы өмірде энергия неден аласыз? Мысалы, ұйқыдан оянған кезде соншама қыруар жұмыс бар. Солардың барлығына, былай айтқанда, желаниямен деп жатамыз ғой. Соның барлығына энергияны қайдан аласыз жалпы өмірде? Енді қара, айналаңда алысқа бармай-ақ қой, өзіміздің туған туыстардың ішінде, мысалы. Әр отбасының басында бір қиыншылық бар, қиналып жатыр. Және ол қиыншылық бәлкім кабинетте отырған министрге жай әншейін нәрсе болуы мүмкін, көрінуі мүмкін. Статистика да болуы мүмкін. Статистика болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Ал соны басынан өткізіп жатқан адамға ол өте ауыр нәрсе. Маған энергия беретін, мені қамшылайтын осы адамдардың орнына өзімді қойғым келеді, сондықтан жоқ болмайды дейсің. Қазір тоқтамау керек. Қазір бір адамның мәселесін шешсек те, бір адамды қуанта алсақ та, оның өзі үлкен жетістік дейсің де, сондықтан сол энергия береді. Керісінше, мысалы, жігер береді, жалын береді. Мен демалған кезде сырттан ешқандай ақпарат алмауға тырысамын. Телефоны жүріп тастауға, басқалай демалмайсың өйткені. Жаңағы дәстүрге айналып кеткен, өзің болмысың айналып кеткен тіпті. Адам проблемасын білгеннен кейін ол саған маза бермейді. Енді парламентке кірдіңіз, билікті көрдіңіз, амбиция пайда болды ма? Жоқ деймін. Амбиция жоқ. Мүлдем. Керісінше. Келесі созып болатын болса парламентте сайлауға түсесіз бе? Жоқ. Түспеймін. Енді бір аяқ астынан бірден өзгеріп кетіп, ойбай, парламент енді былай жұмыс істейді, мынандай мүмкіндік болады, Ринат, сен бару керексің деп. Оны ол үшін де көп әңгіме айту керек шығар маған енді. Бір нәрсені өтірікші болмай қойын, ойбай деп кесіп айтып, бір өзімнің қалауым жоқ мен. Рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге. Осымен сұхбатымыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болайық.